Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Наурыз мейрамы құтты болсын. Отбасымызға құт береке әкелсін. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен дәндерімізді алдын ала жібітіп аламыз. Кем дегенде 2-3 сағатқа. Одан кейін қазанға ет пен қазыны салып пісіріп аламыз. Бір қайнаған соң көбігін алып баяу отта қайнатамыз. Етіміз дайын, 2 сағат қайнады. Қазы мен етті алып жібітілген дәндерімізді саламыз. Ең алдымен ас бұршақтың 2 түрін саламыз. Одан кейін арпа, маш, бидайды салып, баяу отта 1 сағат аралығында пісіріп аламыз. Біздің дәндеріміз қайнағаннан кейін оның суы тартылады. Арасында қайнаған су құйып отырамыз. Татымына қарай тұз салып, көбігін алып отырамыз. Ең соңында күрішті салып, дайын болғанға шейін пісіріп аламыз. Енді қазымыз бен етімізді ұсақтап турап аламыз. Мен қазыны осылай дөңгелек етіп турадым. Етімізді ұсақтау қылып турап, сорпамызға 10-15 минутқа салып қайнатып аламыз. Біздің наурыз көжеміз дайын болды. Оны ыдысқа құйып, қатық айранын қосып, сразу қоспаймыз, кішкене суытамыз. Өйткені ол айранымыз іріп кетуі мүмкін. Біздің наурыз көжеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз.